rahmet, Gorlu halkına rahmet, hakimatına osnay жағдаймен көріп өтсіз ғой. Жүрдік жағдай қиын болып барады. Соған қарамастан мынандай шараға әдейі бір көтеріліс болды. Біз болсақ 88-80-65 жыл өмір сүріп жатырмыз. Содан бері 10 бала, 27 немере, 20 шөбере бар. Айта кету керек, бәрінің жоғары білімі бар. Тіпті кейбіреуінде екеуден. Енді мамасының бауырларын айырмағандарын бәрі айту тіршілік жасап жатыр. Мынандай шара біз беймәлім оған қатысып жатқан ешкіміміз жоқ. Бәленбай миллиондаған қазақ отбасыларының біреуі боламыз. Күнделік шаруамызды жасап, балдар өсіп өніп, өзімен өзі болып жатыр. Соның өзінде мана тым жақсы естіп қой, Алтынай Бәленбай үшін осы басқарып келатырмын дейді. Енді жерде бұның нағыз мақсаты Қазақстанда жаңағыдай айтып кеткен әрбір жанұя мықты болсын. Бүгін қосылып ант беріп ертең бұзып алсын. Тату тәтті өмір сүруге болмайды. Бір-бірімен кешірім болу керек. Бірінің айтқан бірі тыңдау керек. Біздің қазақ айтқан екі қазан, екі бас бір қазанға сыймайды. Сол сияқты бәрі дәлдей болса, жанұя отбасы алысқа кете алмайды. Менің осындай шарада қатынасқаныма өте ризамын.